Соны айтпам, жігіттер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқымасаңдар, сезіну қиын. Ғалымдарымыз айтады, толық өзін мұсылман деп айту қиын, пока әрбір адам пайғамбарымыздың өмірбаянын оқымайынша дейді. Оның біз үшін не көргенін, қандай қиындықтар, анау пайғамбарымыз салсам, бірінші жылдары Меккеде дағуат таратып жүрген кезде мүшриктер қысады, білесіздер ме оны? Пайғамбарымыз прям өйстіп Қағбаның алдында отырса, артынан келіп қоқындыра бастайды дейсіз. Издеваться етіп ше. Дұрысы олжай шығып ше анау. Біресе төгіп кете салады екен үстіне. Сол кезде пайғамбарымыз салсам қорғаныш дейді екен де, өзін қорғап қалады. Sonra қажылыққа барғандарыңыз бар ғой, мына Арафа жақта тайпалар болады, Арафаға жақын бір не бар, сай бар. Сол жақта бір тайпа, ана қажылық маусымында бәрі келеді да, Арафаға біз жиналамыз ғой, сол сияқты жиналады да бәрі. Сол кезде қажылық маусымында пайғамбарымыз әрбір тайпаға келіп, маған қорған бола аласыздар ма, маған қорған бола аласыздар ма, бәрі кіріп шығады екен ғой. Жалынып жүрді. Әрбір кірген тайпа прикол ұстап жүреді екен да, сен ба деп анау кіреді екен да біз үшін. Сен ба қуып жүрген Мұхаммед деген деп бәріне кіреді екен. Анау мазақтайды, біреулер тағы тиісетіндер тиісіп жібереді екен. Көрген да соның бәрін пайғамбарымыз. Қайтпаған дағуаттан. Баласы қайтыс болған қанша, баласын қайтыс болады екен білген. Қара, 7 баласы қайтыс бола тұра, біреусінен бір қайтыс болғаннан кейін барып жатып үйде тоқтаймын деген әңгіме болмайды да, действительно пайғамбар ғой. Екінші баласы қайтыс болған кезде тұрып, ертеңінде дағуат жалғастырады. Үшінші баласы қайтыс болған кезде тұрып, дағуат. Төртінші баласы қайтыс болған кезде дағуат. Бесінші баласы қайтыс болады. Бұл шынымен де пайғамбар ғой, айтпесе не істеп жүр ол істеп. Сондықтан да жігіттер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін көрген нәрселердің бәрін сезіп өту керек негізі. Қолдан келгенше де енді. Сол кезде сен өзің исламдығын, мұсылмандығын түсінесің да.